Бір фантуралы тоқыма машинасында резинканың жиегін қалай осындай әдемі етіп бастауға болады. Менде 30 ине, бірге бір отборный линейканың көмегімен сол жақ шетінен үшінші инеден бастап артқа итереміз. Қосымша жіппен тоқып бастаймыз. Бір қатар тоқып алғаннан кейін гребенкамызды іліп 8-10 қатар тоқып шығасыздар. Кареткадан келіп тұрған жіпке маркер қыстырып, дәл видеодағыдай тағы да бір қатар тоқып, қосымша жіпті кесіп тастаймыз. Тығыздықты R белгісіне қойып, негізгі жіппен 3 қатар тоқып шығамыз. Енді сол жақ шетінен бірінші екінші иненің арасындағы ең бірінші қатардың протяжкасын петлеуловительмен бірінші инеге іліп қоямыз. Артта тұрған инелердің барлығын іске қосып, каретканың тығыздығын өзгертеміз. Мысалға 5-ші тығыздықпен тоқитын болсаңыздар, онда 4-ке қоясыздар деген сияқты. Солай резинканы өздеріңізге қажет қатар санына дейін тоқып шығасыздар. Мына ашық болып тұрған қатардың бойымен инесін босатып, қатарды тарқатамыз да бірге бір резинкасын тоқып бастаймыз. Петлеуловительді ең бірінші қатардан іліп аламыз. Екінші, үшінші қатарды өткізіп жіберіп, төртінші қатардан бастап петляларымызды оң қылып аударып шығамыз.